берілгені деп осылай жазып аламыз. Және бізде табу керек мыс сульфатын. Ал есептің шешуі келесідей болады. Ең бірінші біз электролиз деген процесті түсінуіміз керек. Диссоциациялануы купрум және С4 иондарына ыдырайды. Яғни электролиз процесі дегеніміздің өзі электр тоғының әсерінен электролиттің иондарға ыдырап, оның катод анодқа қарай баруын айтады. Жалпы бұл жерде электролит купрум С4, яғни ортасы бұның күшті қышқылды екендігін көруге болады. Өйткені С4 бұл қышқыл қалдығы күшті, ал купрум әлсіз металл. Сондықтан да бұл жерде орта, қышқылдығы орта. Бізде сутек ионы анодқа бөлінетінін көруге болады. Катодқа бізде мыс барады. Екі электронды қосып алып, мыс бос күйінде металл түзіледі. Ал анодта бізде оттек газы және осындай сутек катионы болады. Яғни ол мынау С4 пен бірігіп бізде қышқылды түзеді. Яғни күкірт қышқылы түзіледі екен. Яғни бізде жалпы реакция осындай түрде жазылады. Сонда купрум С4-ке суды қосқан кезде бізде таза металл, мыс металы, оттегі газы, мыс металын бөліп алдық электролиз процесі арқылы. Және де бізде осындай күкірт қышқылы бөлінгенін көруге болады. Яғни электролиз процесі белгілі болатын әртүрлі металдарды таза күйінде бөліп алуға осы электролиз процесі кеңінен қолданылады. Яғни бұл жерде мыс металы таза күйінде бөлінеді. Катодта мыс металы жиналды. Осылай әрі қарай біз есебімізді шығаратын боламыз. Есептің шарты бойынша бізде электролизденген нәтижесінде бізде мыс металы толығымен бөлінді делінген. Яғни бізде мінекей мыс металы бөлінді. Және де бізде сонымен қатар осы күкірт қышқылы алынды деп тұр. Осы күкірт қышқылы мен калий OH-ты бейтараптанады делінген. Және нәтижесінде осы бастапқы ерітіндідегі мыс сульфатының массасын анықтау керек болады. Келесі екінші реакциямызды жазып аламыз. Яғни осы нәтижесінде алынған күкірт қышқылын калий OH пен әрекеттестіреміз. Мінекей бейтараптандыру нәтижесінде бізде тұз және су бөліне жүреді. Яғни бұны бейтараптану реакциясы деп айтады. Бұл жерде яғни күкірт қышқылы және калий OH-тың әрекеттесу реакциясы. Бізде купрум С4-тің тек проценті берілген 25% деп мінекей берілгенде, ал калий OH-тың 2 малярлы 250 мл берілген. 2 малярлы 2М деген не деген сұрақта болды. Бұл М дегеніміз мольдік концентрация немесе малярлы концентрация деп айтамыз. Негізі концентрацияның 3 түрі бар. Проценттік концентрация, мольдік концентрация, нормальды концентрация деген сияқты. Яғни мольдік концентрация дегеніміз сол 1 литр ерітіндіде неше моль еріген зат бар екендігін көрсетеді. Мысалы, мына жерде 2 малярлы концентрация көрсетілген. 2 малярлы ерітіндісін көрсетілген. Яғни бұл концентрацияны білдіреді, 2М деген. Ең бірінші бізге қажет шамалардың бірі бұл калий OH-тың МРі, яғни 56 болды. Калий 39, оттегі 16, сутек 1, бәрін қосқанда 56 шығады. Бұл жерде негізгі қолданылатын формула осы формула, яғни масса табу формуласы. Өйткені бізде бастапқы ерітіндінің массасын табу үшін бізге ешқандай мынау берілген шамалар арқылы анықтаймыз. Ал бұл шаманың берілген мәндері тек қана концентрация және көлем берілген. Миллилитр беріліп тұр, және өлшем бірлігі. Миллилитрді біз литрге айналдырамыз, ол үшін мыңға бөлеміз, сол кезде 0,25 литр болады. Қолданатын формула, яғни бізде мынандай формула М тең СМ көбейтілген М көбейтілген В. СМ дегеніміз, яғни мынау бізде концентрация, яғни мольдік концентрация. С дегеннің өзі концентрация дегенді білдіреді. М болса, яғни мольдік концентрация. Мына жерде Н болса, нормальды концентрация болатын еді. Яғни бұл жерде мольдік концентрация, өйткені берілгенінде осылай көрсетілген, мольдік концентрация берілген. Сондықтан да осы формула. М дегеніміз, яғни бұл МР-ға тең, яғни молекулалық массаға тең. М тең МР-ға деп осылай жаттағасаңыздар болады. Және бізде В деп тұр, В бізде көлемі. Яғни 250 мл, ал біз есептерде көбіне литр
литрмен есептейміз. Сол кезде осы жерде литрмен есептеген мәні қойылады. Формула керек заттарды сіз осылай төртбұрышпен сызып қойсаңыз болады, яғни көзге бірден көрініп тұратындай, және есте сақтап алсаңыз әбден болады. Мінекей достар, мен керек мәндерді қойып алдым. CM деген бізде жаңа берілгені бойынша 2M болып тұр ғой, концентрация, 2-ні қойдым. М деген МР-ға тең, яғни молекулалық масса, бұл бізде калий OH-тың МР-і, яғни 56 көбейтілген 0,25, яғни мынау 250 мл, оны литрге айналдырғанда 0,25 болады, яғни 1000-ға бөліп жібереміз. Сол кезде бізде 0,25 литр, барлығын бірге көбейткенде 28 грамм болады. Өйткені бізде тауып отырмыз массаны, сондықтан да өлшем бірлігі грамм болады екен. Біз яғни осы калий OH-тың берілген мәні бойынша біз массасын тауып алдық. Енді осы масса арқылы біз зат мөлшерін таба алады екенбіз. Неліктен? Өйткені біз осы мәндерді пайдалана отырып, біз мынау бастапқы ерітіндінің массасын анықтай аламыз. Ал массаны табу формуласын еске түсіретін болсақ, ол жерде зат мөлшері керек. Осы зат мөлшері арқылы біз мына заттың массасын таба алады екенбіз. Сондықтан да біз қазір масса анықтадық. Енді біз осы табылған 28 граммның зат мөлшерін тауып аламыз, яғни бұл калий OH-тікі. Негізгі формуламыз зат мөлшері тең масса бөлінген М-ға. Табылған жаңағы 28 граммды бөлеміз 56-ға, яғни 56 ол калий OH-тікі. Калькулятормен бөлген кезде 0,5 моль болады екен. Яғни моль дегеніміз бұл зат мөлшерінің өлшем бірлігі. Кейбір жерлерде N деп беріледі, немесе нью десеңіз де болады. Ол қателік болмайды. Достар, біз калий OH-тың зат мөлшерін тауып алдық, 0,5 моль. Калий OH-тікі 0,5 моль болатын болса, купрум С4-тікін тауып алу үшін біз қарайтын боламыз. Алдындағы коэффициенттерге қараймыз. 2-де 2 болып тұр, екеуінде теңдей болып тұр, немесе 1-де 1 болса, 4-де 4 болса, онда осының өзі болады. Яғни осы 0,5 купрум С4-тікі болады. Егер басқа сан болғанда, мысалы, алдында әртүрлі коэффициент болса, онда біз пропорция құрып тауып алатын едік. Бұл жерде екеуінің алдында коэффициенттер бірдей болғандықтан, біз екеуінің зат мөлшері тең деп аламыз. Сол кезде купрум С4-тің де зат мөлшері 0,5 болады. Яғни осы 0,5 арқылы біз оның массасын анықтай қоямыз. Яғни нәтижесінде бізде массасын анықтау формуласы тура осы формуладан шығып тұр. Нью көбейтілген М-ға. Нью дегеніміз осы М өзіне тең. Өйткені жаңа айтып өттім. 0,5-ті көбейтеміз 160-қа. 160 дегеніміз ол купрум С4-тің МР, яғни молекулалық массасы. Купрумдікі 64, С32, оттегі 16. 16-ны 4-ке көбейткенде, және барлығын қосқанда бізде 160 болады екен. Және екеуін бір-біріне көбейткен кезде 80 грамм болады. Яғни бұл уже бізде купрум С4-тің массасы. Ал енді әрі қарай есептейтін боламыз. Достар, бізде мынау есепте шығарылған мән 80 грамм дегеніміз бұл купрум С4-тің теориялық массасы. Практикалық массасын табу үшін, яғни бізде мынау берілгенінде көрсетілген 25%-ға көбейту керек. 25%-ға көбейткенде бұл 0,25 болады. Өйткені 100%-ға бөліп жібереміз ғой, пайызынан құтылу үшін. Сол кезде 0,25 болады. Яғни мына жерде практикалық массаны табу үшін осы табылған массаға көбейтеміз 0,25-ті. Сол кезде бізде 20 грамм, яғни бізде таза массасы, практикалық массасы 20 грамм екен. Сонда бізде есептің шарты бойынша бастапқы ерітіндідегі купрум С4-тің массасын анықтау керек, яғни оның массасы 20 грамм екен. Достар, осы сынды әртүрлі сұрақтарды, есептерді маған комментарийге қойсаңыздар болады. Және осы түсіндіріп сендерге көрсеткендерім ұнаған болса, лайк басып комментарийға ұнады деп жазуды ұмытпаңыздар.